Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Каналымызда көптен бері iPhone телефондарына байланысты видеолар түсірілмеген болатын. iCloud-қа байланысты деп айтсақ та болады. Бүгін бұл видеода біз сіздермен бірге iPhone X телефонына, iPhone 10, яғни iPhone X-ға iCloud ашу жолдарын үйренетін боламыз. Сонымен достар, біздің қолымызда мінеки iPhone X байынан басылады. Мінеки iPhone X телефоны. Яғни осы телефонға iCloud ашатын боламыз. Біздің алдыңғы видеоларымызда iPhone 5s, iPhone 6-ларға байланысты iCloud ашу тәсілдерін біз көрсеткенбіз. Бірақ сонда да әр модельге байланысты iCloud ашу тәсілдерін көрсеткен дұрыс шығар деген шешімге келдік. Сондықтан бүгін бізде енді iCloud ашуға келген телефон iPhone X. Кешіріңіздер, клиенттер шалқытып қалды. Сонымен iPhone X-қа біз бүгін iCloud ашатын боламыз. Сонымен настройға кіресіздер. Одан кейін телефондарыңызды Wi-Fi желісіне міндетті түрде қосып алуларыңыз керек болады. Сонымен iPhone-да сіздер қосып алған соң, яғни Wi-Fi желісіне, одан кейін келіңіздер қазір. Телефонда бізде iOS версиясын көріп кетсек, основной устройстве версия PUO 12.4.1 екен. Артқа қайтамыз, артқа. Сонымен енді вход на iPhone дегенге басасыздар. Ол жерде Net Apple ID или забыли его деген жазу болады, көк жазу. Осыған басамыз. Одан кейін создать Apple ID дегенді басасыздар. Мінеки қараңыздар. Көрініп тұрған шығар дейміз. Ойлаймыз сіздерге. Осыған басамыз, күтеміз. Және ол бізден дата рождения дегенді сұрайды. Дата рожденияларыңызды жазасыздар. iPhone 12-ші iOS-тарда, iPhone-ның ішінде iOS версиясы 12-лерде біздің алдыңғы видеоларымыздағыда дәл осындай. Ал iOS 13 системасында ол басқаша болады. Ішінде нелер осы iCloud ашу тәсілдері. Егер оғанда ондай iOS 13-ші версияда келген телефондар келіп жатса, оғанда біз iCloud ашу тәсілдерін өзгеше жолдар болады онда. Осындай бұл айтқанда оформление деп айтамыз ғой, ішкі несі, осындай iCloud-тың сол тәсілдерін көрсететін боламыз. Қалай ашу керек, онда түсініксіз болып қалып жатса, соны дұрыстап түсіндіруге тырысамыз. Сонымен енді бұл жерде сіздер өздеріңіздің туған күн, жыл, айларыңызды жазасыздар. Бізден қағазға жазып қойған болатынбыз. 91-01-10 екен. Енді оны біз өзіміз жазып қойдық. Яғни осылай қағазға сіздер жазып жатқан жылдарыңыз, аты жөндеріңіз, соның барлығын қадаммен қадам жазып шығыңыздар. Яғни шаг за шагом деп қояды ғой орысша. Бұл жерге біз Абай. Одан кейін Келес. Мінеки Абай Келес. Аты Абай, фамилиясы Келес болды. Және бұл жерден таңдаймыз получить бесплатный email iCloud дегенді. Осыны таңдайсыздар. Енді мына жерге Apple ID-дің адресі қалай болады, iCloud-тарыңыздың несі, пошталарыңыз. Соны жазасыздар. Батқана логин деп жатамыз iCloud-тың. Келес KZ деп көрейік, Келес KZ деп көрсек. Далее. Создать дейді. Яғни мені қараңыздар. Бұл iCloud бос екен. Яғни осында Келес KZ деген осындай мекен жай бұл айтқанда, поштаның атауы жоқ. Егер де сіздердің жазған өздеріңіздің iCloud, мысалға сіздер, мысалға айтатын болсақ, сіздің атыңыз Берік KZ деп сіз жазсаңыз, Келестің онда Берік KZ деп, далее деген кезде, этот Apple ID не свободен деп шығу мүмкін, орысша. Ол бос емес деп, басқаша жазыңыз деп. Сонда сіздер Келес KZ дегенге кішкене, яғни сіз Берік KZ болса, өзгешеліктер енгізесіздер. Мысалға, Берік KZ ID немесе Берік KZ 01 немесе телефон номердің соңғы санын жазып қоясыздар деген сияқты. Яғни осылай жазасыздар да, далее басқаңызда осылай создать email деп шықса, болды. Кіре бересіздер. Яғни ары қарай жалғастырасыздар. Егер де бос емес деп шығып жатса, бос бір
iCloud'ты өздеріңіз ойлап құрастырып жазасыздар. Сонымен бұл жерде создать email дегенді басамыз. Енді мына жерге пароль деп сұрап отыр бізден обязательно. Біз енді бұл жерде асықпаймыз. Біз төменге былай шығып кетеміз да, ешқандай одан шығып кетпестен жай шетке алып қоямыз былай айтқанда. Одан кейін заметкаға кіресіздер. Заметкаға кіріп, мінекей заметка, одан кейін қаламға басамыз. Және мына жерге сіздердің парольдарыңыз қалай болады, соны жазасыздар. Яғни оңай емес, ешкімнің ойына келмейтін, тек қана сіз білетін парольді жазасыздар. Мысалға айтатын болсақ, жылқы деп жазайық. Мысалға жылқы малын барлық қазақ біледі ғой енді. Жылқы 5 4 3 2 1 мысалға. Жылқы 5 4 3 2 1. Яғни мысалға айтып жатырмыз бұл жерде сіздерге. Осылайда парольді сіздер жазасыздар. Мысалға немесе әкеңіздің атын жазасыз, досыңыздың, немесе үйіңізде асырайтын бір мышығыңыз бар шығар, мысалға айтып жатырмыз да. Осыны басып, үстіне белгілейсіздер, выбрать все, скопировать. Бұл жерде готово деген басасыздар, заметкаға бір рет басып, шығып кетеміз. Оны жақта сақталып тұр. Одан кейін настройкаға кіресіздер, және мына жерге үстіне басып тұрасыздар, және лупаның белгісі шығады, одан кейін вставить деген шығады. Мынаған басамыз, вставить. Одан кейін астына подтвердиттіге де осылай басып тұрамыз да, вставить дейміз. Сонда біздің жаңағы заметкеде жазған пароліміз болатын болып отыр. Яғни парольді біз мына жазып қойдық. Әріптерінен, сандарынан қателеспеу үшін. Яғни сіздер қазір мына пароль дегенге жазасыздар, мысалға жылқы 1 2 3 4 5 деп жаздыңыз да, одан кейін астына жазған кезде сіз екінің орнына басқа сан басылып кетіп, далее десеңіз, ол сіз пароліңіз дұрыс емес деп шығуы мүмкін. Сондықтан сіз бағана заметка деген біріме бір көшіріп осыға орнатасыздар, және парольдарыңыз дұрыс болады, қателеспейсіздер. Енді мен ол парольді қоймаймын. Қазір мен паролімді өзгертіп, басқа пароль жазатын боламын. Сонда жалғастырамыз, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін кішкене. Мен ол парольден қоя алмаймын. Клиенттің паролі болып отыр енді ол. Мінекей достар, мен паролімді жазып, өзгертіп қойдым. Енді бұл жерден далее дегенді басасыздар. Және мына жерде контрольный вопросы деген шығады. Вопрос 1 из 3 деп қойды. Яғни 3 сұрақ болады. Сол 3 сұрақты сіздер мына жерде вопрос дегенге белгілейсіздер. Және бұл жерден өздеріңізге ұнаған бір вопросты қоясыздар. Мен енді имя лучшего друга детства деген таңдаймын. Ответ дегенге біздің жағдайымызда енді ол былай жаза саламыз. Мінекей қаз 1. Яғни қазақ деген сияқты, қаз 1. Және далее деп басасыздар. Және бұның барлығын, контрольный вопростың барлығын сіздер жазып шығыңыздар негізі. Біріме бір, бірінші контрольный вопрос бірге, имя лучшего друга деп жазасыздар мына жерге. Одан кейін ответ деп жазып, мінекей ответ мына жерге қаз 1 деген сияқты. Енді сіздер өздеріңіздің контрольный вопросқа қалай қоясыздар, соны жазып шығасыздар. Біз енді осыны жазамыз қазір. Қазір кішкене тоқтата тұрайық. Мінекей достар, жазылған соң бірінші далее деп басасыздар, енді одан кейін екіншісін жазасыздар. Екіншісіне тағы вопрос таңдап, ол жерде работам вашей мечты. Ол жерге дәл солай жаңаға біз жазған сияқты бір нені жазып, арқасына бір ғана сандардың ғана өзгертсеңіздер болады. Мысалға біз қаз деп жаздық қой, бағана қаз 1 деген болса, енді екіншісіне қаз 2 деп қоямыз да. Сонда сұрақтың барлығы, жауаптың бәрі қаз болады, бірақ арқасындағы сандар ғана өзгеше болады. 1 2 3 деген сияқты. Одан кейін далее деп басасыздар бұл жерде. Мен қазір жазып болайын, өзгертіп болған соң жалғастырамын. Мінекей достар, үшіншісіне өттік. Біз жаңа екіншісіне жазып, оны үшіншісіне өттік. Мінекей сіздер үшіншісіне тағы да басып, бұл жерден имя вашего первого руководителя деген таңдасаңыздар болады. Және мына жерге тағы да солай қаз 3 десеңіздер болады мысалы міне. Одан кейін далее деп басасыздар. Мен оның барлығын көрсеткенмен, видеодағыдай қылып жасамаймын. Өйткені бұл клиенттік болғандықтан біздің видеоларымызды көріп, оны көріп алып, iCloud'ты бұзып алатын адамдар болуы мүмкін. Яғни видеомыздан көріп, осындай болса бірге бір оны жазып қойсақ болмайды. Яғни көрсетпейміз да, яғни бізде сақтаймыз. Өйткені клиенттің несіне біз айтуымызға болмайды. Сонымен қазір жалғастыратын боламыз. Жазып болған соң, яғни осыны жазып болған сіздер далее деп басасыздар. Мінекей қараңыздар қазір, далее деп басасыздар да. Мынандай принять деген шығады сіздерде. Осы жерге келген соң жалғастырамыз қазір. Мен ар жақта өзгертемін қайтадан. Яғни назад, мына жерде өзгертемін. Мінекей достар, біз өзгерттік. Бұл жерде принять таңдайсыздар осылай. Яғни барлығымен келісеміз.
кішкене күтеміз. Фото iCloud. Жаңа iCloud ашылып жатыр мінекей. Жаратылып жатыр. 10 минут болып қалды уже бізде уақытымызда. Мейлі енді 10 минутыңыз кетсін, 15 минут, 20 минутыңыз кетсе де, сіз өзіңіздің iCloud'ыңызды, өзіңізге ұнаған iCloud ашып аласыз. Және өз қолыңызбен ашып үйреніп алатын боласыз. iPhone X. Жаңасы 400 мың теңге тұра ма бұл телефонның? Бір машинаның ақшасымен бірдей деп айтсақ та болады. Мінекей, бізде iCloud ашылды. Қараңыздар. Этот iPhone X деп тұр, қараңыздар. Енді біз iCloud'ты ашып болдық. Бұл жерде енді iTunes Store, App Store деген қараңыздар. Бұл жерде выключен деп тұрады. Осыған басамыз. Және бұл жерде дальше деген таңдайсыздар. Бұл жерде алдын біреудің ашылған несі бар екен iCloud. Бұл жерде не деп астынан таңдаймыз біз. Абай келес KZ жарайды, келес KZ деп жазайға. Мына жерде егер сіздікі жаңа болса, жаңағыда iCloud'тар не шықпайды. Мына телефонға алдынан бір iCloud ашылған, алдын адам ұстаған ғой енді оны. Егесі одан кейін сатып алған адамға енді жаңадан iCloud ашу керек. Ал ана кезінде ұстаған адам өзінің iCloud'ын өшіріп тастаған бұл телефоннан. Бұл жерде келес KZ, мына собачка, iCloud.com. Мінекей, бұл жерден. Дальше, одан кейін пароль. Парольді енді біз баған көшіріп алғанбыз. Басып тұрып, мына жерде лупа шығып, одан кейін вставить деген таңдаймыз. Дальше деген таңдайсыздар. Фото iTunes Store, App Store дейді. Ол кіріп қойды деп бір қараңыздар. Енді мына жерде настройка пароля дегенге басамыз. Қараңыздар, мысалы мына жерден App Store, iTunes Storeға қайттан басамыз. Настройка пароля. Мына жерде запрашивать через 15 минут. Одан кейін мына көкті басамыз, өшіреміз. Бұл өшпейді. Бір кезде өшіп, бір кезде өшпей жатады. Егер де өшіріп жатқан кезде сізден парольді енгіз деп сұрақ болса, онда жаңағыдай парольді басып тұрып енгізесіздер. Одан кейін артқа қайтамыз. Енді App Storeға кіреміз, ада шығамыз да, App Storeға кіреміз. Мына жерде дальше, егер осылай шығады сіздерде. Одан кейін мына жерге поиск дегенге. Енді сізде ағылшынша болып тұрса, search деп тұрады. Осы жерге басамыз. Бұл жерге бір кішкентай ғана жадысы, яғни памяті кішкентай болған бір нені жазайық. Мысалы, Altel таңдайық. Altelдің жадысы көп емес шығар деп ойлаймыз. Одан кейін загрузить дегенді басамыз бұл жерде. Енді қараңыздар, қазір осы жерден установить готово дейді. Бірақ қазір не шығуы мүмкін бізден. Мінекей. Положение условия мультимедийных сервисов изменен. Яғни бұл жерде окей дегенді басамыз, күтеміз. Мына жерде принять дегенді басасыздар. Принять. Енді загрузить дегенді басып көрейік қайтадан. Установить. Неке ол жүктеліп жатыр. Уже был куплен. Сбор загрузкой программы не удалось загрузить в настройка. Так, готово. Кешірістер, клиенттер шалықтып қалды. Сбой загрузка дейді. Бұл жерде готовын басасыздар да. Ол бізде жүктелмейді, мінекей қараңыздар. Одан кейін біз App Store'дан шығамыз да қайтадан настройкаға кіреміз. Енді Apple ID деген iTunes Store'ға кіретсіздер сіздер. Мінекей қараңыздар. Настройкаға кірген кезде осылай тұрса сіздерде. Мына жақта төмен өтіп iTunes Store, App Store келесі, яғни Apple ID-ға басып просмотреть Apple ID деген басасыздар. Енді бұл жерде страны или регион дегенге басамыз. Загрузка. Изменить страну или регион деген таңдаймыз. Және мына жерде Россия дегенді іздеп тауып аласыздар. Яғни бізде магазин орысша болсын десеңіздер. Енді ол бізде автоматты түрде Россия дегенде тұр. Осыған басамыз. Клиенттер шалғытып қалып. Яғни Россия деген соң мынандай принять деген шығатын неке қараңыздар. Принять.
жаңағы біздің неміз ғой ол, қалай десем болады, апстарға кірген кезде бана біз жүктейміз деген кезде сол принят шыққан, сол принят басқан соң ол бізден осы келесі страна или регион деп мына жерден шыққан жоқ. Мобильный телефон нет, кредитный или дебетная карта деген шыққан жоқ та бізде. Осыны күткен едік, осы шығу керек еді. Бұл жерден сіздер мына нет дегенге басасыздар. Одан кейін фамилия, имяларыңыз мына жерде жазылып тұрады. Одан кейін улица дегенге сіздердің өздеріңізге бір жақын болған қаланың атын жаза саласыздар. Мысалы біз енді бүйте салайық, Шымкент дей салайық. Шымкент, астында екі улица жазбай ақ қойсын, не обязательно дегенге, городқа тағы да Шымкент деп жаза саламыз. Шымкент. Индекс дегенге бірден 6-ға дейін болған сандарды жазып шығасыздар, болды. Телефон дегенге, мысалы, кез келген сандарды жазып, 6 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2. Далее. Кішкене күтеміз. Далее жарайды. Неге кірмей жатыр енді? Кішкене күтеміз енді осылай. Көбейіп кетті ме екен енді? Жарайды, қайттан тілді не алайық, өзгертіп. Россия. Енді телефон кішкене батқанда өзіне келе алмай жатыр. Көп позже жарайды. Енді бізді артқа қайтадан қайтарып жіберді. Готованы басайық онда, артқа қайтамыз да. Мына жерде бүйтеміз. Қазір біз аккумуляторға кіреміз. Режим энергосбережі деген қосылып тұр екен, осыны өшіреміз, артқа қайтамыз. iTunes Store программа дегенді басамыз. Паролды көріп қояйық, парол сұрамайды бізден. App Storeға қайтадан кіреміз. Altel бұлтты басамыз. Және ол бізде жүктеліп жатыр, қараңыздар мінекей. Шығып, мынаяқтан қарап көрейік. Мінекей, Altel бізде жүктеліп жатыр. Теле2 бар екен мұнда. Үстінен басып тұрып өшіріп тастайық шыған. Өшіреміз. Жоғарда готово. Жүктеліп жатыр. Яғни, жаңа қайтадан бұлай посмотреть дегенге басып тексеріп көре саламыз. Жаңа ненің барлығы дұрыс толтырылды ма? Толтырылған болса, болды. Страна или регион. Негізінде дұрыс толтырылды. Бана бізде ойланып қалды, біз номер жазған кезде, телефон номер жазған кезде ойланып қалды бұл телефонымыз. Россия. Мына жерде принять. Мына жерде қазір нелер шығу керек. Біздің жазған нелеріміз шықпай қалыпты неге. Жарайды, Абай көшесі дей салайық. Абай көшесі, Абай қаласы. Индекс 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номерге былай. Далее. Мінекей, болды. Осылай шығып кету керек еді. Ол бізде жаңағыдай неге екен тоқтап қалды. Мына жерде готованы басасыздар. Артқа қайтамыз. Мына жерге қарап, Абай келес. iTunes Store'ымыз қосылып тұр, App Store'ымыз, iCloud. Мына жерде iCloud'та барлығы қосылып тұр. Найти iPhone қосылып тұр. Артқа қайтамыз. Мінекей. Altel'ымыз да мінекей жүктеліп қойыпты. Altel'ға кіріп көрейік. Яғни, достар, осылай біз iPhone X телефонына жаңадан iCloud ашу тәсілін үйрендік. Кешірістер, клиенттер шалықтып қалды. Енді сіздер iPhone X-қа iCloud ашудың тәсілін үйреніп алдыңыздар. Егер сіз iPhone X ұстайтын тұлға болсаңыз. Сонымен достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса,
видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар күтуде. iCloud-қа да байланысты видеолар тағы да түсіретін боламыз. Яғни iCloud осылай ашқан кезде, жаңадан iCloud ашайын деген кезде кездескен жаңағыдай нелерді, ақаулықтар бар, ошибка дейміз ғой. iCloud не удается создать деген сияқты шығып жатыр деп, оны біз алдыңғы видеоларымыздың астында комментарийлардан да көріп жатырмыз. Бірақ оғанда жақын арада, егер Құдай сәтін салып жатса, видео түсіріп, сіздермен бөлісетін боламыз. Сонымен достар, жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарийларды да қалдыруды ұмытпаңыздар, сұрақтарыңызды жазыңыздар, өз ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Қандай жаңа сіздердің идеяларыңыз бар, сонымен бөлісіңіздер. Біз сіздермен келесі видеоларға дейін жолыққанша, көріскенше деп қаламыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.